Армысыздар, қадірлі әріптестер. Мен Құламетова Ләйла Оңдасынқызы Қорқыт Ата атындағы педагогикалық институттың түлегімін. Саналы ғұмырымды білім беру саласына арнап, 31 жылдық еңбек жолымда бастауыш сынып мұғалімі, мектеп директорының оқу тәрбиесі жөніндегі орынбасары, Қазалы аудандық білім бөлімінің әдіскері қызметтерін абыроймен атқардым. Қазіргі таңда Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы республика бойынша үздік олимпиадалық мектеп атанған Алтындар ұстаханасына айналған 249-шы мектеп лицейде бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек етемін. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген Ұлы Абайдың өсиеті мен Ыбырай Алтынсариннің ағартушылық мұрасы кәсіби ұстанымымның темірқазығы. Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық мұралары мен құндылықтарын басшылыққа ала отырып, шәкірт тәрбиелеу және педагогтардың кәсіби дамуына үлес қосуды басты мақсатым деп білемін. Мұғалім мектептің жүрегі деген ұлағатты сөздің мәнін терең түсініп, саналы ғұмырымды білім беру саласына арнап келемін. Мен білімге деген құштарлығымды мектеп қабырғасынан бастап қалыптастырдым. Орта мектепті күміс медальмен үздік аяқтап, ұстаздық мамандықты саналы түрде таңдадым. Ұзақ жыл еңбегімнің нәтижесінде маған бұйырған абырой, педагог шебер санаты, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісі иегері, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің құрмет грамотасының иегері және республикалық үздік авторлық бағдарлама сайысының жеңімпазы болу. Сонымен қатар, өрлеу біліктілікті арттыру институтының тренері, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының сарапшысы, ұлттық ғылым академия бекіткен авторлық бағдарламалардың авторымын. Республикалық әдістемелік басылымдардың редакция алқасының мүшесі және облыстық бастауыш сынып мұғалімдері бірлестігінің жетекшісі ретінде де қызмет атқарамын. STEM технологияларын білім беру үдерісіне енгізу бағытында республикалық және облыстық деңгейлерде шеберлік сабақтарын көрсетіп, тәжірибемді әріптестеріме бөлісіп келемін. Біреуге жарық болсаң, өз жолыңда жарқын болады деген ұстаныммен әлеуметтік желілер арқылы республика бойынша 3000-нан астам ұстазға тәлімгерлік жасап, әдістемелік қолдау көрсетемін. Педагогтардың кәсіби дамуына қолдау көрсету мақсатында білім сапасын арттыру бағытында жүйелі жұмыс жүргіземін. Әлеуметтік желілердегі кәсіби қауымдастықтар арқылы республика көлеміндегі ұстаздармен тәжірибе алмасып, әсіресе ББЖ сынағына дайындық жұмыстарын ұйымдастыру бойынша мұғалімдерге әдістемелік көмек көрсетіп, тиімді оқыту стратегиялары мен тапсырмаларды құрастыру жолдарын насихаттап келемін. Қоғамдық жұмыстарға да белсене араласамын. Аудандық аналар кеңесінің мүшесі ретінде қайырымдылық шаралары ұйымдастырып, игі бастамалардың жүзеге асуына атсалысып келемін. Салауатты өмір салтын ұстанып, спортты серік етемін. Сонымен қатар шығармашылыққа жақын жан ретінде түрлі өнер байқауларына қатысып, мәдени, рухани құндылықтарды дәріптеуге үлес қосып келемін. Ұстаздық жолындағы ең үлкен жетістігім шәкірттерімнің жетістігі. Көптеген шәкірттерім аудандық, облыстық, республикалық деңгейдегі ғылыми жобалар мен пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары атанып, мектеп мерейін үстем етіп келеді. Тәрбиесіз берілген білім, адамзаттың қас жауы деген ұлы ойшыл Әл-Фарабидің философиялық пайымын ұстанып, тәрбиелік шараларды жиі өткіземін. Оқуға құштар мектеп аясында кітапхана және рухани орталықтармен тығыз байланыста ұстаймын. Ұстаз жаққан шам ешқашан сөнбейді дейді дана халқымыз. Мен жаққан білім шамшырағы шәкірттерімнің жүрегінде сәуле болып жанып, ел болашағына қызмет етсе, ұстаздық жолымның ақталғаны деп білемін. Білім менің құралым, адалдық менің жолым, ісім менің асыл мұрам. Өзіме жүктелген ұстаздық миссияны абыроймен атқарып, шәкірттерім мен әріптестеріме шамшырақ болу менің өмірлік мақсатым. Қазақ халқы жақсының жарығы көпке жетеді, ұстаздың тәлімі ұрпаққа жетеді деген. Ақындыққа жақын жан ретінде жүрек түкпіріммен туған мына бір өлең жолдарымен сөзімді аяқтағым келеді. Ұстаздықтың ұлы жолын жалғаңдар, білім нұрын шәкірттерге арнаңдар. Еңбекпенен өрге жүзіп әрдайым, жас ұрпаққа жарқын болсын таңдаулар. Шәкірттерім самғасын деп биікке, еңбек еттім адалдықты сүйіпте. Ұстаздықтың шамшырағын сөндірмей, тапсырамын жас ұрпаққа үмітпен. Тыңдағандарыңызға рахмет.